Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен видео орнында отқан бұл мен Нурик және ютуб жыл рубрикасының 15-ші бөліміне қош келдіңіздер. Барлықтарың білетіндей, мен осы ютуб жыл рубрикасын почти 3 ай бұрын бастаған болатынмын. Ал бұл 3 айдың ішінде бұл ютуб жыл рубрикасының 14 сериясы шыққан болатын, ал бұл 15-ші болады. Достар, араға 12 күн салып, мен осы 15-ші бөлімді шығарып отырмын. Ал бүгінгі видеоға келетін болсақ, мен бүгінгі видеода фомамды жауып және автопарктарын сатып, бизнес аламды, бомбыжға айналғанымды көретін боласыңдар. Бұл қалай болған білгілерің келсе, видеоны до конца қараңдар. Фомадағы дәл осы E39-ымызды, қазір дәл осы балаға сататын боламын. Ең алдымен бұл маған, бамжиханы беру керек. Мінекей бамжиханы қойды және мен алатын боламын. Бамжиханың ринкі, достар, 150 мыңның арасы, примерно сол. Көп болмаса одан төмен емес. Көріп тұрғандарында 640 мың рублейге дәл осы VMB E39-ымызды сататын боламыз. Мінекей продайтты басып жүреміз. Егер де біз қазір дәл осы, благодарностьтіға, яғни, қайырымдылық қорына, 15 мың рублей салатын болсақ, бізде осындай Black Bass'дан орындалатын болады. Итак, мінекей дәл осы. Қазір біз одан мына жақтан, ежедәуіне кейс ашатын боламыз, қазір осы ежедәуіне кейс ашатын болсақ, бізге, стандартный кейс беретін болады, яғни 30 подрядқа жеткеніміз үшін. Мінекей қазір басып жібердік. Қазір бізге осы жақтан, Black Coin түсті, 5 Black Coin. Біз мына жақта міне дәл осы стандартный кейсті алған болатынбыз. Сонымен қатар мына жақта бір бамжа кейс бар екен, соны ашып жүретін боламыз. Ішінен бізге дәл осындай 19,ма, сондай түсті. Келесі кезекте біз дәл осындай стандартный кейс аштым және оның ішінен дәл осындай менттің скейн түсті және 5 подряд асқаным үшін бір стандартный кейс берді және ол стандартный кейсінің ішінен VMB түсті. Және мен дәл осы 19-шканы 100 мың рублейге 525 мың рублейге жаңағы VMB-ны сатып жіберген болатынмын. Слетқа әлі біраз уақыт болғандықтан мен қазір келесі машинамды сатуға бара жатырмын, яғни қазір бұны авторингқа апарамыз сосын бұны сатып жіберетін боламыз. Ал бұл қандай машина десеңдер, бұл VMB E38, мінекей авторингті таңдадық. Енді біз сол жаққа, баратын боламыз. Өздерің көріп тұрғандарындай, мен уже авторингқа келдім және дәл осы E38-імізді қазір сататын боламыз. Бұл сендерге, 1-2 секунд болса, маған өте көп уақыт болды. Көріп тұрғандарындай, қазір мен Sell My Car деп, дәл осы E38-імді 14 ай дейіні 850 мың рублейге сататын боламын. Бұны күтіп, достар, біраз ақшаға сатып жүруге болатын еді, бірақ мен, бұны тез сатқым келді. Әлі бізде сататын, не бар, спиди яхта бар. Мінекей көріп тұрғандарындай, бұны сатып жібердім. Содан кейін мен дәл осы фамадағы мерседес сатқан болатынмын. Сатып, казиноға келген болатынмын, яғни дальше больше ақша көтеру үшін мен 24/7 алғым келді негізінде, достар, бірақ ол біраз ақша тұрғандықтан, мен осы жаққа келіп, көтеруді көздедім. Бірінші матч басталды, яғни катка десем де болады. Біз ол жақтан қаталып қалдық. Көріп тұрғандарындай, келесі уже катка десем де болады, яғни келесі ойын почти басталып кетті және біз V3 ойнап жатырмыз. Барлығын істейміз. Қазір соңғы секундта таймды басып қаламыз. Достар, біз просто ұтып кеттік. Яғни біздің қолымызда уже 6 лямдай бар. Ал бізде келесі ойынға уже мен ақшамды тіккен болатынмын, яғни бұл жақта біз V5 ойнап жатырмыз, достар. Осыны ұтып кетейік, прямо дерзкий кетеді. Уже ойын басталды. 6 секундта біз тайм жасаймыз, уже 5 секундта дәл осы неміз жасаймыз. Соңында біз просто ұтып кетеміз, достар. Біздің қолымызда уже 10 лямдай болды, мен бұл жақтан біраз уақыт, гости ойнап көтерген кездерім видеоға түспей қалыпты. Мен жалпы 14 лямға шейін көтерген болатынмын. Сэр азу дәл осы аукционға келген болатынмын. Менің қолымда көрсеңдер 14 лям бар. Енді мен өзімнің жаңағы 27-імді қарасам, ол кезде оған 9 лям тігіп тұрған болатын. Ал қазір 15 лямнан асып кеткеннен кейін мен дәл осы одеждаға 9 лям тігіп қойған болатынмын. 9 лям тіккеннен кейін мен қатты өкіндім, өйткені бұл өте қате болды. Мен бұның, финкасын жалпы Google'дан қараған кезде біраз балдардан сұрастырып көрдім. Примерно балдар айтты, ол 200 мың рублей деді финкасы. Бізде Google'да 150 мың мен 250 мыңның арасында болған болатын, бірақ оның бәрін қарап, мен дәл осы финканы қараған кезде просто шокта болдым. Яғни ең максимумы бізде 120 мың рублейге сен барған, по идее, қазіргі финкасы просто түсіп кеткен. Солай мен ойынға біраз кірмегеннің кесірінен дәл осы бизнестен де айырылып қалған болатым. Бізде ары қарай уже ойынға жайланып кетіп қалды, яғни интерес вообще болмады. Соның кесірінен мен, дәл осылай бизнестен де айырылып қалдым. Плюс дәл осы жерде тұрған көптеген автопаркымнан айырылдым, яғни фамада спиди яхта машиналардың барлығы болған болатын.
біраз активта болды. Қазір бар жоғы 12 адам қалды және ешқандай ойыншылар жоқ, яғни онлайн ойыншылар жоқ. Видеоның басында айтып кеткендей, уже фаманы бекер жапқаным өзімнің есіме түсті. Көріп тұрғандарындай қазір уже фаман активі да дымда прям жоқ. Көріп тұрғандарындай өзімнің балансым да вообще жоқ. Соның кесірінен мен дәл осылай ойынға интересті құртып алған болатынмын.